Менің атым Расул, мен бала кезден саяхаттағанды өте жақсы көрем. Және осы жақында Алматыға Қызылорда қаласынан 1200 шақырымды артта қалдырып велосипедпен келдім. Мен есімім Айша, маған өмір баяндарды оқыған ұнайды. Ол бір түрлі емес, ол маған дейінгі адамдардың қателіктерін жасамауға көмектеседі. Сонымен қатар мен хип-хоп, блогинг сияқты бимен айналысам. Көбінің ойынша ол ақша таба алмайтын бір жұмыс, бірақ негізінде ақша өте көп. Меня зовут Игорим, и в свое свободное время я занимаюсь рисованием и боксом. Эти оба занятия мне очень нравятся одинаково, но несмотря на это, во время бокса я чувствую себя свободно. Это дает мне чувство полета. Менің есімім Жансая, жасым 18-де. Мен мультфильм, дорама және аниме көргенді ұнатамын, бірақ мен қиял емеспін. Осы хоббиім арқасында менің жұмысыма креатив қосаламын. Меня зовут Ружан, и я ученица 11 класса. Я люблю рисовать, и этим делом могу связать многие профессии. Например, я люблю концертные залы и рисовать их, поэтому я бы хотела реализовать свои мечты и сделать их концерты реальными и дать эту атмосферу другим людям. Оған баста өзімнің жақындарымда сенбеген болатын, бірақ бірінші километрді артта қалдырғаннан кейін менің өзім сенімділігім арта түсті және мақсатқа жетуге деген ұмтылысым өте қатты болғандықтан міне Алматыдамын қазір. Хобби деген әркімнің сүйіктісі, және де өз хоббиларыңыздан ұялмаңыздар. Нельзя делить хобби на женское и мужское. Хобби бұл еріккен іс емес, ол жүрегіңнің қалауы. Жүрегіңді тыңдай алсаң, сүйіктісіңді табысқа айналдыра аласың. Егер сіздерде арман болса, оған қарай ұмтылыңыздар, және оған тіпті өзіңіз жақындарыңыз сенбесеңіздер де ең алғашқы қадам жасағаннан кейін әрі қарай жол пайда болады және әрі қарай қадамдар өте оңай болады. Маған сеніңіздер.